Сіздер осы балабақшадан шыққаннан кейін бір ерекше күнге барайық. Соған барасыздар ма балалар? Олай болса, балалар, біз мана сендерге айттым ғой, ерекше жерге барамыз деп. Ерекше жеріміз біздің қараңдыма адалдық дүкеніне келеміз. Бұл жерде балалар өздерің адал түрде, тәртіпті түрде өздерің ұнаған заттарды алуға болады. Мысалы, кітаптар, әне гүлдер. Адалдық дүкеніне келдік қой, жаңа сендерге түсіндіріп өтіп кеттім. Біз адал әрекет жасадық па? Иә. Өйткені сендер не істедіңдер? Өздерің алдыңдар, иә, кітаптарды, гүлді. Сол үшін сендер мына адалдық дүкеніне ақшаны өздерің салып, дүкенші болмаса да адал, әділетті түрде жұмыс жасадыңдар. Ана теңгелердің ішіне 500 теңгені көрсетші.